Биылғы ерекшелігі барлық номинациялар ансамбльдік форматта өтеді. Тіпті камералық қордың өзінде 30-40-қа жуық қатысушы келді. Ал жеке дара орындайтын әншілердің өздерінің сүйемелдеушімен бірге ансамбльдік форматта болғанын атап өткім келеді. Өңірден келді ма? Өңірден келді, әрине, тек қана Қазақстан емес, сонымен қатар көршілес жатқан мемлекеттер Ресейден, Татарстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келген қатысушылар болды. Биылғы енді жеңімпазды қалай анықтадыңыздар? Бұның талаптары қандай болды? Талаптары байқау 3 кезеңнен тұрды. Бірінші кезең онлайн іріктеп алдық, одан кейін екінші тур және үшінші тур. Әрбір кезеңге өткен сайын қатысушылар қиындықты сезінді, бірақ соған қарамастан әділ қазылардың әділ бағасының арқасында олар осы байқауда жеңіске жетті деп ойлаймын. Әр номинацияда өзінің бағалау критерийлері болды. Аты жөніңізді, қызметіңіз? Аты жөнім Амин Ибрахим Исламұлы, халықаралық шабыт шығармашыл жастар байқауының жоба жетекшісі.